Осы қыз жүрмей қалса артынан қалмай қалатын жігіттерді түсінбеймін. Қыз қаламады ма, болды, жіберсейші. Артынан қалмай, оны аңдып. Зачем деймін да? Маған бір қыз хабарласты, ЭЦП ключ ашып беріңізші деп. Бірақ номері ЕГУВ-қа тіркелмеген екен. ЭЦП ключ ашу үшін номерді өз атына тіркегісі де келмеді. Себебі номерін біліп алып, бұрында органда жасайтын жігітті хабарласа береді екен. ЭЦП ашуымыз 2 күнге созылды. Қыз екеуміз план құрып, таңертеңмен номер тіркеп, қайта өшіріп тастаймыз деп шештік. Сөйтіп ол қыз кешкісі номер сатып алды да, таң атпай номерін тіркеді. Бұдан да қызығы, осы сатып алған номерді қазіргі жүріп жүрген жігіті сұраған екен. Сол жігіті алмақшы болған екен. Сонымен бұл қызға қандай совет айттым. Бұрынғы жігіті таппас үшін номерді туысының, апа, іні, таныс сестренкісінің атына тірке дедім. Ал қазіргі жүріп жүрген жігітіне новыйдан номер сатып алып бере сал дедім. Жалпы айтқан ақылым дұрыс па? Сіз менің орнымда болсаңыз қандай ақыл айтар едіңіз?